Екінші дүниежүзілік соғыста ағылшын математигі Алан Тюринг Энигма неміс құпия аппаратының кодын бұзып, оны шифрдан шығаратын машина құрастырған екен. Осылайша алғаш рет адам санасының аналогы жасалып, робот мыңдаған адам өмірін сақтап қалды. Дәл осылай адам сияқты тапсырма орындайтын роботтар ғылымда жасанды интеллект деген атауға ие. Аталмыш сала жыл сайын қарыштап дамып келеді. Тіпті бүгінде Google X ғалымдары адам миы мен көздерінің арасында ақпарат тасымалдайтын нейрондардың функционалдық жүйесін көшіріп алатын деңгейге жетті. Олар көшелердегі камералардың көмегімен өтіп бара жатқан азаматтың бетін сканерлеу арқылы оның кім екенін анықтай алады. Жалпы жасанды интеллекттің құпиясы неде? Cerebra деген компания қазіргі онкология бойынша жұмыс жасап жатыр. Олар онкологияны ранний стадияда табуға бастайды. Ол қалай? Қысқаша айтқанда, адам дәрігер онкологияны қалай табады? Ол тәжірибесі бар, 10 жыл, 20 жыл тәжірибесі бар. Мысалы, сол тәжірибе бойынша ол өзінің тәжірибесінің арқасында ол мына адам онкологиялық ауру болуы мүмкін, болмас екен табады. Ал Cerebra деген бір жоба, ол дәл сол тәжірибені 10 минут, 5 минуттың аралығында бүкіл Қазақстандағы жасап жүрген болған онкологиялық оқиғаның бәрін бір жерге жинап, бір мезетте сол тәжірибені шығарып берді. 2014 жылы америкалық миллиардер Джефф Безос Amazon компаниясының жүк тасымалдайтын мыңдаған қызметкерін жұмыстан босатып, оларды роботтармен алмастырды. Қазіргі таңда компанияның қоймаларында 100 мың робот жұмыс істейді екен. Елімізде де медицина ғылымының дамуына серпін беретін жасанды интеллект алгоритмдерін жетілдіру жобасы іске асып келеді. Ғылым, медицина және Қазақстандағы әлеуетті біріктіретін жаңа бастамадан елімізде қалыс қалмауға бекінген. Бұлай жалғаса берсе, жасанды интеллект адам баласының жұмыссыз қалуына да себепші болуы мүмкін. Әлде жасанды интеллект алмастыра алмайтын салалар бар ма? Болашақта бұл жасанды интеллект даму беретін болса, Илон Маск өте дұрыс айтқан алдын. Ол қазіргі уақытта робот шығаруға бастады, Теслада қолданады. Мысалы, Теслада жасанды интеллект қолдана отырып, ол адам соғып кетті, немесе басқа бір грузовик көріп, оны басқа затпен қателесіп соғылған кездері болды. Сол кездерде бұл жасанды интеллекттің бір минусы, ол жауапкершілік кімде болады деген сұрақтар туындайды. Творчество немесе басқа да бір адамның өте ой, интеллекттік жұмыс болмаса, жай қарапайым бір затты қайталап отыратын жұмыстар болса, ол болашақта жасанды интеллект алып кетеді. Бір кездері адамзат ғарышты бағындырып, аспанда ұшатынына сенген жоқ. Қазірде жасанды интеллекттің ойлау мүмкіндігіне ие болатынын елестету қиын. Біз сене алмай жүргенмен ғалымдар аталмыш саланы дамытуды тоқтатқан емес. Ендеше адам баласы жасанды интеллект дамуының қай кезеңінде? Стадиялары бар. Бірінші ол қарапайым жасанды интеллектті қолдануға, мысалы Алиса дейтін, ол Яндексте сөйлейсің, ол саған жауап береді. Ол жерде жасанды интеллекттің бір бөлігі. Ол бірінші стадиялары, ол ең оңай түрлері. Соңында ең мықты сверх уровень дейді, ол кезде уровень кино бар, Терминатор деген. Роботтар адамға қарсы шығып кетеді. Сол сияқты ол ең сверх человек кезінде адамнан да мықты кетеді. Қазіргі жасанды интеллект қаншалықты мықты болса да, адамның миынан мықты емес. Адамның миы ең мықты компьютер болып тұр қазіргі заманда. Қазіргі заманда әлем бойынша ешқандай компьютер адамның миынан мықты емес. Бүгінде тек тапсырмаларды орындап қана қоймай, сезімде сыйлай алатын роботтар жайлы фильмдер аз емес. Адам қиялы шексіз, кім білсін, роботтар ортамызға еніп, бізбен бірдей өмір сүретін күн де алыс емес шығар.